қаққан мамандары 4,5 миллиард сөздің ішінен 2020 жылы ең көп айтылған 6 сөзді іріктеп алған. Олар коронавирус, локдаун, ақысыз еңбек демалысы, ең маңызды қызметкер, оқшаулану және әлеуметтік ара қашықтық. Айға ұмтылып, амбициясы аспандаған адамзатты жерге түсірген пандемияның салдарымен күрес әлі жүруде. Себебін анықтағандай болдық. Бірақ енді елдің есін-екеу түсін төртеу қылатын вирусты атымен жоқ қылудың амалын таппай адам біткен абдырап жүр. Ол рас. Ауру айтып келмесе де қайтып келетінін білеміз. Оған COVID-19-ның жаңа штамдарының Еуропада анықталғаны айғақ. Қорқа-қорқа батыр боласын деген сөз жүрмейді мұнда. Қайтпек керек. Тығырықтан шығар жол таппай, жабыққан жанға дәтке қуат болатын жақсы жаңалық керек. 2020 тек қасірет әкелді дей алмаймыз. Өзімізде, өзгелерде де жетістіктер болды. Спорт деңіз, мәдениет пен әдебиет деңіз жоқ емес. Бар. Қамалудан қамыққан, қашықтықтан жалыққан ағайынға арнап 2020 жылдың жақсы жаңалықтарын сүйіншілеген ақпараттар ілеген мақтал сержаныңызды жіп кетсе, дендеше бәріміз бірге көрейік. Пандемияға қарамастан елімізде жақсы оқиғалар да болды. Мәселен, Қалеке Қуанышбаев атындағы мемлекеттік қазақ музыкалық драма театрының жаңа ғимараты ашылды. Қазақ драма театрының ғимараты елбасының тікелей тапсырмасымен бой көтерді. Жаңа ордадағы театр маусымы қалыптасқан дәстүр бойынша Мұхтар Әуезовтің Абай қойылымымен басталды. Нұрсұлтанда осындай үлкен зәулім болу керек, өнер ғимараты. Сонша жыл күткен нәрсеміз, міне биыл осы қиындыққа қарамай, осы пандемия болды, жаңа өзіңіз айтпақшы, соған қарамай осындай халыққа үлкен қуаныш сыйлап жатыр. Бұл біздің де өнер адамдарында, осы Астана жұртшылығының көрермендерінде үлкен қуанышы, күткен күні. Ғимараттың жалпы ауданы 28 мың шаршы метр. Мұнда 645 орындық үлкен зал, 202 орындық камералық зал, көркем галерея, мейрамхана, салтанатты кездесулер залы орналасқан. Жоба авторы Мұстафа Ибрагим. Іште бір кішкене діріл пайда болады. Өйткені мынандай шаңыраққа қарап көргенде, ана сахнаға ашылып, сахнаны аттаған кезде бір толқыныс ба, мен сондай адамда бір сезім пайда болады. Бұл не? Бұл театрдың құдіреттілігі. Елордамызда театр ашылса, рухани астанамыз Түркістанда халықаралық әуежай ашылды. Жаңа әуе айлағы өңірдегі туризмді дамытуға мықты серпін береді. Әуе тасымалы қызметіндегі азаматтардың қажеттілігін қанағаттандырады деген сенім бар. Пандемияға қарамастан биыл елімізде Әл-Фарабидің 1150 жылдығын, Абайдың 175 жылдығын атап өттік. Талай жылдан бері, көптен бері жұрттың айтады, неге бізде жаңағы Абай институты жоқ, немістерде Гете институты бар, орыстарда Пушкин бар деп айтатын болсақ, осы жыл, осы халықтың тәуелсіздік алғалы бері армандап келген арманның ашылған жыл. Абай ТВ. Абайдың 175 жылдық мерейтойына арналған тарту Абай ТВ телеарнасының ашылуы. Бұл отандық медиа кеңістікте ғаламдық мәдениет пен өнерді тоғыстырған жаңа арна. Ұлы ақынның атын иемденген телеарна руханияттың қайнар көзіне айналмақ. Осы арнадан қазаққа не керек? Абайдай қазақты сүйген, Абайдай қазақты жақсы көрген, Абайдай қазақты махаббатының биігіне қойған адам жоқ. Сондықтан біз Абай арқылы өзімізді өзіміз тануға, өзімізді өзіміз түп тамырымызды табуға келеміз деп ойлаймын. Иә, биыл мәдениет саласында жақсы жаңалықтар көп болды. Айналдырған бірнеше күннің ішінде бүкіл әлемге танымал болған Иманбектің жетістігі солардың қатарында. Павлодар қаласының тумасы, талайлардың таңдайын қақтырған заманауи ремиксті көпшілік 175 миллион рет тыңдапты. Иманбектің туындысы әннің түп нұсқасынан 60 миллионға артық қаралған екен. Әйгілі Грэмми марапатына лайық үздік ремиксті жас талант бар жоғы 2 сағаттың ішінде жазып шыққан екен. Мұндай марапатқа ұсынылған бұл алғашқы қазақстандық шығарма. Грэмми марапатының иегерлері келер жылдың қаңтар айында белгілі болады. Осылай табан астынан сұхбат беруімді сұраған сәтте өзімнің танымал екендігімді сезінемін. Ал былайғы жерде жұлдызбын деп санамаймын. Шынымды айтсам, танымал мен емес, менің ремиксім Roses. Мен музыканы жазуды сол алғашқы кездегідей жалғастырып жатырмын. Өзімнің ескі ноутбугым бар, сонымен жұмыс істеу ыңғайлы. Демо жазылымдар жасап, өзімнің лейбліммен жіберіп отырамын. Сол жақтан қандай артистерге беріп, немесе жеке орындауда шығару мүмкіндігі қарастырылады.